Хейо, қалдарыңғылдай достар, сендермен бүгін мен жанансыл. Бүгін бізде видео көп шықпай кетті, сондықтан мен бүгін шейтті аламын деген видеоны түсірмекпін. Ал кеттік, міне бізде шейт ашылды достар. Ал сендер шейтті алып алсаңдар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Ал біз бастайық достар. Так, енді шейтпен біз енді сәл-пәл бүйтіп қалай айтсам болады, тексеріс көреміз, яғни испытать етіп көреміз. Бұны қазір бір-екі ойын каткада ойнап көреміз. Айтпақшы достар, бүгін бізде новый сезон ашылмақ. Мен бұл видеоны может 2-3 күннен кейін салуым мүмкін достар. Жақында менің туған күнім келе жатыр, сондықтан да мен сіздерге ұсынысым бар, өтінішім бар, яғни мені 1000 подписчикке жеткізіп жасаңдар достар. Мен бұны ютубқа да тиктокқа да салатын боламын. Ал достар, көп сөйлемей ойымызды көшейік. Біздің персонажымызды, яғни тексеріп те көрейік, қандай күші бар, қандай ортасы бар достар. Читерский боец. Мінекей бізде 3 шейт командада боттар екен бәрде. Ал достар, ол түсінбедім мен бұл боец толық не істейді екенін. Наңғарандар. 1000-3 мың сразу және 10 сыйлығы көтеп тұсығам достар. Ақшам қалай жетті, солай барынша жеткізгенше. Короче, наңғарандар әдем екен достар, я. Бұл айтпаш кереген атынан дарады. Достар, шейт сендерге ұнады ма? Комментария жазып қойыңдар достар. Таңғарандар. Әдем. Достар, сонда ортасымен ұрса 3040. Типа 2 оғы бір-біріне кетті 1020-дан ба? 1020-дан алама. 1520 екен достар. 1520-дан алады екен. Шатас кеттім достар. Ренжімеңдер. Ал, так что достар, сендерге осы шейт боец ұнаса, лайк басып қойыңдар. Тағы да қайталап өттейін достар. Так, осы катканы сразу аяқтап түсіп, басқада одиночный столкновение аладым, немесе басқада каткаларды ойнап көрейік. Мінекей. Ятық болды достар. 3040 жезінде адымалып кеттім достар. Мынау имбовый боец екен. Сразу сендерге максимальный уровень көтеріп тұрған шанс бар достар. Мен өз басым бұл боец көтеремін, білмеймін. Бірінші Бионды көтеріп алу керек. Маған ато малат көтермек. Бұрын Кензи бар әлі менде. Наңғарандар. Топпен өте алам бекен. Доп түс қалады екен достар. Бұл болмайды екен. Доп түс қалады. Өлтіріп кетті мені. Доп түс қалады екен достар. Олай қараса биби сияқтандай задержкамен ұрады екен достар. Кім байқады бұны? Гол тықса екен енді. Сипати забивает гол достар. Мынанғаdır 3 шейт мощный, анимациясы бәрі топ достар. Просто бомба. Маған бұл боец ұнады. Эпик болғанда, бұл негізі мифик болғанда вообще мощный кететін еді деп ойлаймын. Сендер қалай ойлайсыңдар достар. Ал енді біз басқа да катканы, яғни басқа да событиядан ойнап көретін боламыз. Міне менікі уже 10-шы сыйлыға көтеп сағам. Маған достар, кәдімгідей елес екен көрініп тұр. Бұл Гастың досы айтпақшы, шатыспасам енді біз дуэль ойнайық. Яғни квесті бар, мұнан мен ашып саған болатым достар бүткіл. Мен оны енді видеоға салды, түсіріп үлгермедім достар, себебі мен қолым тимей кетті достар. Ренжімеңдер, енді видео сирек шығып кетті. Ол үшін мен кінәлімін достар, бірақ менің видеомды ешкім көрмей жатыр достар. Бұл не деген позор. Так что достар, колокольчикті аямай, яғни все деген қойып лайкты аямаңдаршы, өтініш достар. Бекке шықсын наңғандар. Хорош достар, өлтіріп атырмын мен, бәрін қырып атырмын. Аяқташы сендер үшін бәрін істеп атырмын достар. Қарандар, аяқта Дерилді өлтіріп тастаймын ба? Қаңғырш, Дерил, үйомай, беркеп. Позор, бағасын сверхредке байытысты. Дедегі мен ол менен бір есе кішкентай уровендегі байытыстардың бірі ол Дерил деген еткен сверхредке мен эпик. Мелоди, қаш. Имбовый кетті достар. Өлмейм. Позор. Мына каткадан жинақ басам енді ұятпақ қалдыңдар. Боттан жинақ қалды деген атқа лайық емессің ғой. Мен жалынсыл не істеп атсың деп комментария жазып қойыңдаршы. Есіме не достар, есі ойнайсың. Қарандар енді бүйтіп ата тышқан қайналып кетесің. Хорош достар, міне әдемі кетті. Ал достар, біздің келесі противнигіміз ол бұл, конечно, бұны айыптаймыз бұл достар. Қалдай өлесің. Айбай! Давай, тышқан қайнал болайық. Жизін толтыруақ па. Мынау мені андып жүрген секілді. Мынау бот емес, кәмелі адамдар сияқты. Менде негізі 3 пайыз менде шыны керек. Опыт жоқ достар. Мен вообще
білесіңдер ғой қандай боятсың ойнаймын, қандай боятсың ойнай алмаймын, оны бәрілерін білесіңдер, жақсы білесіңдер. Мен подписчиктерім бәрі біледі оны. Ал сендер менің қандай боятсың ойнайтынын білу үшін, яғни бүткіл видеоны көрсеңдер достар, түсінесіңдер. Айбай. Я только писал поражение. Айтпақшы достар, мен мына шейтпен қанша қалай ойлайсыңдар, қанша серия победа жасай алатын боламын. Мұны мен сіздерге толық көрсетемін. Ал достар, міне бізде жаңа Brawl Pass шығайын деп жатыр. Мен оны сіздерге видеоға түсіремін обязательно. Бұл видеоны жарты бөлігі болмақшы. Ал енді сәл-пәл уақыт соза тұрып, келесі сезонды күтеміз. Міне достар, бүгінгі бізден Brawl Pass біткен болатын. Мен вообще трофейный сезонда ящикте жинамадым. Студия анимация Star 2. Не, достар, бізге так ящиктен примерно редкий скин түседі, ол железно. Сырмы. Достар, наңғарандар, бізде новый сезон, особая акция, скидка, яғни бізде наңғарандар, бізде Джо. Не, достар, сезонды ашып алайын, қалай ойлайсыңдар, комментария жазып кетіңдер достар. Наңғарандар, не деген чәдім, күшті қой мынау. Артына анимация, мың жармақ теңгеге тұр. Ал енді достар, бүгінгі біздің видеомыз ұнаса, яғни жаңа Brawl Passқа деген біздің эмоциямыз, яғни реакциямыз бен шейт боецке реакциямыз сендерге ұнаса, достар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Және де мен Brawl Pass сатып алайын ба, соны комментарияға жаза кетсеңіздер достар. Сендермен бүгін болған мен жаңа каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Қоса болыңдар достар.